күліп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Арман қуған, қиял қуған кезің қайда, құрбы қыздар мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алдаулаған сезім қайда, армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Армандастар, абзал достар, замандастар, қарлығаштар. Армандастар, абзал достар, армандастар, абзал достар, замандастар, қарлығаштар. Армандастар, абзал достар. Бәрін достар әрі қарапқа кеттіңдер ме, әлде биік асулардан өттіңдер ме, әлде игі армандарға жеттіңдер ме, қайдасыңдар құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Замандастар, қарлығаштар қайда екен.
Енді рұқсат болса бірінші білім берген қанаттарыңызды қатайтып аспанға ұшырған мұғалімдермен бастайық иншалла. Сол кісілерді ұстаздарды бірінші хабарлап тойымыздың төріне жайғастырып алайық. Одан кейін түлектерге кезек беретін боламыз. Ал қадірмен жасал түлектерімізді осындағы мектеп директоры Қазанатов Қашқынбай ағамызды шақырайық және қазақ тіл пәнінің оқытушысы Искакова Бақжан мұғаліміміз қайда? Апайдан қайда? Мұғаліміміз қайда? Келесі түлектер кезегін жалғастырайық. 1968 жылға 40 жылдық кездесу Амангелді орта мектебінің Қызылқала ауылының 1985-2025 жылға түлектері деп жазылған екен. Ортаға мен арнайы шақырайық. Полатов Қуаныш, Алматы қаласы. Сәйменова Еркінай, Алматы қаласы. Жаппар Беркелова, Қарлығаш, Қызылқала дейді ғана. Жеделбаев Дәулетбай, Қызылқала қаласы. Тәжімбекова Жұмагүл, Қордай дейді. Әлиева Дүрия, Алматы қаласы. Алдамжар Таңатар, Шымкент қаласы. Сейтбаева Ырза, Қызылқала қаласы. Көшербай, Атырау ма? Атырау дейді ғана. Қошмұратова Майрамкүл, Қызылқала қаласы. Қалабаева Зарипа, Алматы қаласы. Бәженов Нұргелді, Қызылқала қаласы. Үстілеуова Алтынай, Алматы қаласы. Бодаева Қанығүл, Тараз қаласы. Қошбанов Шәмшет, Қызылқала қаласы. Әрине енді осы кластастардың арасындағы құрылтайдан кезде білге темізді өскен, әрине өлер аз болмай тірі байымас деген ұғыммен марқұм кластастардың
Ерниязов Жұман, Жұманның жұбайы Тоқтыбаева ұл болсын, Қызылқала қаласы келеді. Марқұм Дәулетов Әбубәкірдің жұбайы Торабаева Қыздаргүл Сарағаш дейді. Тәжімұратов Ералы Қордай дейді. Алмаханова Бақшагүл Қордай. Қадешева Тәжігіл Алматы. Алжанов Кенжібек Қызылқала қаласы. Сәтібаев Жұмабаев Қызылқала қаласы. Ұзақбай Елмира Сарағаш дейді. Шәрбаев Арыстан Алматы қаласы. Ескендерова Тамара Тараз дейді. Марқұм Амиров Құлымғалидің жұбайы Ақторқа Амантай қызы. Қайдасыңа? жылға 40 жылдық кездесудің айдай көрінді қатты мінезді ағалары мен ағалар. Мереке құтты болсын, кездесулеріңіз құтты болсын дейміз. Ортада енді бір би болсын ендеше, бір биден енді жасай. Қайдасыздар әлі? 1968 жылға 40 жылдық кездесу Амангелдеріне Бардабектеріне Қызылқала
Sizlerle masraf жүрген ағалары бар. Енді өздеріңіз жолдар қойыңыздар. Сіздердің ер кісінің бастаған көші өң алады дейді ғой ағалар. Аталар болса ағалар сіздер бастаңыздар, жеңгелерім аттарыңыздан қоштасын. Өйткені көштің басы ер дейді ағалар. Спасибо шапалақтарыңызға. Имандандар, мал баланың шашуы деген қаза. Шығын шық кідірек қиналмаңдар. Бүгінгі тойларыңыз той боласын, 40 жылдық кездесуге жиналғандар деп. Міне керемет. Рахмет. Ал барша қадірлі осындағы әкелерім сіздер ғой. Мен әкем де адамсыздар. Осында отырғандар әрқайсыларыңыз мен анамдай адамсыздар. Енді рұқсат болса, кез келген мұсылман елі бісмілләс іс қылмаған. Кез келген қайырлы дастарханның берекетін бисмиллахи-рахман-рахим деп үлкен аталардан бата алған еліміз ағайын. Өйткені батамен көш түзелер дейді. Мына сіздердің тойларыңызда бата алып бастасақ, ол маған үлкен бір сауап. Және мен де бір 40 жылдығымды сіздер секілді батамен бастайтын шығармын. Дұрыс па? Маған өнеге болсын, үлгі болсын деп. Әуелі Құдай оңдасын, еш жамандық болмасын, берекелі бақ болып бірдей өссін малмасын, несібен артып күн сайын өзегің ешбір талмасын, жаратқан жарықпар яр болып пендеге күнің салмасын, жаратушы құдірет, жарық аудың қамын қайырлы ғұмыр кешуге ұрпақтарға нәсіп ет. Мына 40 жылдықтарың құтты болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Міне шәкірттерімсіңдер ғой, біздерге әлі де баласыңдар, бірақ та немере, шөбере сүйіп отырсыңдар. Осындай қарттығыңыз сендерге де мәңгілік болсын, ұзағынан қуансын, қуаныштарың қуаныш боласын, өткенге салауат, барына берекет берсін, 40 жылдықтарың құтты болсын. Өрмейін Аллах қайты. Ал қадірлі жасылар, қадірменді, жұмыр жүректі, жайдарлы, жарқын жүзді, жүректерінен иман, ауыздарынан кәлима, қолдарынан Құран кітап түспеген жас жандар, мереке құтты болсын дейміз мінеке. Таяқ жерге тасталды, шулатып қой жат жанды,
Alhamdulillah. Toy басталды деп қояйық, қадірлі жақсылар. Алдарыңызда бұйырғаннан, құйылғаннан нәсіп еткенін ішіп жеп отырыңыздар. Ашқазақ кезінде ханға сәлем бермеген екен ғой, қадірменді жақсылар. Сіздердің сәлемдеріңіз алмасам, менің жүрегімнің әлемені түзелмес айданамы. Сіздер астанын алып отырайық. Сіздердің құрметтеріңізге құлақтан кіріп бойлалар, әсемән мен тәттігі, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, біз жесейдіп, сіздердің құрметтеріңізге арнайы. Ол кісі де Қызылқаланың тұрғыны болған, тумасы болған, Дін Мұхаммед ұлдарыңыз ордаға шақырайық, бір керемет қосық айтып берсін сіздерге. Дін Мұхаммед байланысты, сондықтан да көңілді отырайық, әдемі көңіл күймен бүгінгі кешті қарсы
қарсы алайық. Ал енді осы бір тамаша ән аман ба, сіздердің амандықтарыңызды сұрап, осы бір тамаша әнді тарту атқым келеді, тарту еткім келеді. Мереке құтты болсын, 40 жылдық құтты болсын ал мектепті мынау Қарақалпақстан Астыры, Беруни ауданы, Қызылқала ауылы, Амангелді орта мектебінде 10-шы сыныпты бітіріп, осы отырған қазір ата әже немере сүйіп отырған осы сыныптастар 11-ші сыныпты бітіріп, ұясынан ұшып, бүгінгі күні біреуі ата, біреуі әже, ел ағасы, отанасы, ел анасы болып отыр. Бүгінгі күнге жеткендеріңіз, жеткен де бар, жетпеген де бар, бүгінгі мерейлі мереке бәріңізге құтты болсын, 45 жылдықты тойлау бәріңізге бұйырсын. Не деген тілексіздер, машалла. 40 жылда кездесумен бірге небір қосқышыларға келіп, өлең айтқызып жатқан сіздерге мың алғыс дейміз. Енді бұлай істейік, қадірлі жастар, қадірменді меймандар, алғашқы тілекті осындағы ағаларым мен аналарым меншімесе ұстаздардан бастасам ба деп тұрмын. Дұрыс па? Кез келген істің басын үлкен адам бастайды ғой. Той болса да әулеттің үлкендері дейміз.
қай жағдай болса да үлкендерді бастағанбыз. Үлкеннің артында қайыр мен береке бар. Өйткені бұл кісілердің арба жолын сіздер басып. Сол себептен әрине осы бір атам мен осы бір апаның ақ тілегіне құлақ түрейік. 86-лар. Одан кейін бұйырса ізі тізбек кететін боламыз. Алда тілек айтып тілек. Оқушыларымызға, шәкірттерімізге. Ал ақыдай келгендер, міне бүгін 40 жыл мектепте бітіргендеріне 40 жыл болған екен. Құтты болсын, өмірлері ұзақ болсын, көзетті бастарынан кешіріп атырған шығарсындар, келін алдыңдар, қыз шығардыңдар, балаларыңды үйлендіріп. Немере көріп атсыңдар, міне ендігіне бұлай көпшілігін көргейсіңдер. Міне араларыңы біз көрген оқушыларымыздан кеткен, арлы-герәл кеткен, алдынан жарылқасын, иманы жолдасы болсын. Қалған қызықтардың өздерін көріңдер. Міне бүгінгі ұйымдастырып, осы әрқайсының әр жерден келіп, қауышып отырсыңдар, қауышқандары құтты болсын, қуаныштарын ұзағынан болсын. Мендей болып, немере шөбере көргейсіңдер, ұзағынан қуансын деймін. Осындай ауыл біршіліктерінің бұдан мәккен болып, сол 40 жыл емес, 50, 60, 80 жылдық қалдыға бірге өте бергейсіңдер. Міне бүгінгі мерекемізге Алматыда отырған жігітіміз жақсы айтып атырсыздар. Бұның да өмір ұзақ болып, біздерде шал болуына тілектеспін. Ауыл біршіліктерінің мәккен болсын, мұндағы жақсы күндердің куәсі болын, қарым-қатынастарың үзілмесін, жақсы күндерге кездесе берейік. Әмин ата. Ал, андашым, сіздің де бір тілегіңізді тыңдайық иншалла. Отыра беріңіз андашым. Ой, сегіздің соқтыра. Жасөспіріміз, еректеріміз, аталарым, жүрек жарды жақсылығына қабыл болсын алуымен алдында. Бұның басқасы отырған екенсіңдер. Адам мына дүниеге келген екен, адам өмір сынақтарға толы. Ең ауыр сынақ адам жоғалту, адамыңды жоғалту. Мына бүгінгі күні осы ең ауыр сынақты бастарыңыздан кешіп адамдарыңызды жоғалтып отқан жайларыңыз бар. Өмірден ерте өтіп кеткен Құлымғалидай айларымыз, Жұмандай айларымыз, Жұмағыдай қыздарымыз, кім? Әбдірахмандай айларымыз өмірден ерте өтті. Бүгінгі күн олардың қабірі нұрға толсын, имандары шат болсын. Бүгінгі күні ұл болсын қызымыз, Расулбек ұлымыз, анау келініміз, Ақторқа, бүгінгі күні сол азаматтарының орны жоғалтпай, қайтадан қатарларыңызға қосып келіп отырған жайлары бар. Рахмет, балаларының рахатын көрсін, ендігі жағында өніп өсіп жүре берсін. Жұмағұл қызымыздың қызы келіп отыр мінекей, орнын толтырып, рахмет. Бүгін бұлардың қабірлері нұрға толы, аруақтары шат болсын. Енді бүгін өткендерге салауат, тірлерге берекет. Бүгінгі мына бас қосу 40 жылдық мерекелерім құтты болсын, жағына қуансын. Бір кездерде қайғылындай табылсып, 68-ші жылы дүниеге келіп, анау ауылда топыраққа аунап жүгіріп, шапқылап жүрген бала бүгін ата әже болып
сіздердің сол дос сыйлаған, досты құрметтеген үлкен жүректеріңе мына бір рахмет айтамыз. Ұстаз қадірлеген, ең алдымен осындай ұл қыздарды дүниеге әкелген ата-аналарымызға қабірі нұрға толсын. Бізбен қатар жүргендері болса өте рахмет дейміз. Сонымен бірге мінекей достым деп, сыныптастарым деп, анау қазақтар айтады ғой, қыздың жолы жіңішке дейді. Сол жіңішке жолдарменен анау шекара асып 2000 километр жерден дос қадірі деп, достарым деп, ұстаз қадір деп отырған, келіп отырған қыздарымыз бар. Мына бір рахмет. Жіңішке жолдарменен келіп отырған қыздарымызға мына бір рахмет. Қызды сүйіп отырған мәжбүр еді. Мына және қайталам, мінекей, сіздер бұл өте бір адамгершілікті, жақсы ата-анадан ұстаз тәрбиесін көрген ұл қыздар екенімізді көрсетіп тұрды енді. Тағы да енді айта берсем, айтатындарымды ұмытып қаламын енді. Басқа да көп мына жақта құтты болсын дейміз. Барлығы осы 68-ші жылғы дүниеге келген түлектер қазір де өзін көрсетті. Кәсіптің жаманы жоқ. Қай кәсіпті игеремесін, абыройлы болып, атақты болып, өздерінің шын тәрбиелі екендерін көрсете білді. Тағы да айтамыз, мына перзенттеріне ата-аналары қандай қуанса, шәкірттеріне де солай қуанады. Әрбір қуаныштарын көріп өте қуанамыз. Балаларын үйлендіргенде қуанамыз, немерелері болғанда қуанамыз. Сөйтіп өте құтты болсын барлығы, ауызбіршіліктерің мықты болсын. Рахмет дейміз сендерге. Рахмет анашым. Жақсы тілек, ізгі ниет. Әкемізбен анамыздың тілегі қабыл болсын дейміз мінекей. Батырда туған анадан, ақында туған анадан, Мұхаммед пайғамбар ананы құрмет санаған деген. Мінекей тәубә, осындай ұстаздай аналарыңыз аман болсын деп құрмет жасап қойыңыздар шығар. Енді жаңа аман ба деген ән айтып берді ғой. Сіз айтып жатсыз, енді бұл кісінің келіні ғой негізі. Қателеспейсің, дұрыс па? Келіні боласыз, иә. Келініңіз аман ба деп көп жасайды. Ол тақта қосыш. Келініңіз, машалла. Келініңіз аман ба деп ән айтты. Аман екеніңіз көрінді. Енді келініңіз ұстазым деген ән айтып берейін деп тұр. Сіз бір 5-ін бермесеңіз 12 ән айтайын деп тұрмасыз. Ойнап отырмын құрсын. Қай келін ол енесен ашалға. Ал қадірменді ұстаздар, осында отырған аға, апа, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Мінекей ұстаз деген ардақтап дейді. Шәкірттеріңізбен бақыттысыздар. Былтыр төрде 67-лермен бірге отырдыңыздар. Биыл мінекей 68-лермен отырсыздар. Ендігі жылы 69-лармен де отыру бұйыртсын. Сіздер бақытты мен кім бақытты? Береке бірлік мол заман болсын, қалмайтын, тайсалмайтын табан болсын. Түзу жолды көрсетіп отыратын осындай алтындай асыл ұстаздарымыз аман болсын. 68-лердің бағы мәңгі бақи, жаңа берсін, жаңа берсін. Ұстазым ұстаздардың құрметіне.
Ай, рахмет, тамаша. Ұстазым менің, ұстазым, өзіммен өткен қыс жазым дейді қартағай. Ал қазір бармасы деген осы ма? Біліп қойдың ғой кім-кімді мақыл отырғанын деп енді былай іздейікші. Білмеген жолдың ой шұқыры көп дейді ғой қазақта. Енді осы жерде үлкен бір араларыңызда бір мектеп қабырғасында бір старший біреу болды ғой, дұрыс па? Бір старший біреу. Сол кісінің бір бағдаршаммен болмаса 40 жылдықты ұйымдастырып отырған кісілер кім? Таныстырып қойыңыздаршы, ең бірінші ұйымдастырушы кім? Тамара? Осы 40 жылдықты ең бірінші кім ұйымдастырды? Осы кісі кім? Kings. Осы екі кісі. Қуаныш ағамыз, Арыстан ағамыз, осы 4 кісі. Дұрыс қой. Негізі осы 4 кісінің біріндей кім? Бәріміз ұйымдастырып отырмайды? Бесеу. Міне тамаша. Осы 5 кісі алдалас жинамаса да алхамдулилля өздеріне мінекей бала күннен бастап ойнап өскен, замандағы бір әзілдері бір жерде топтысқан, көңілдері жайнаған, сондай жас-жат жинап той беріп жатыр ағайын. Не деген керемет. Мен өзім жас баламын апа. Мойындаймын, бар жоғы 30-ға келдім. 30 жыл өмір сүрдім, алхамдулилля. Осы 30 жылдың ішінде 10 жылымды тойсыз өткіздім, қалған 20 жылымды тоймен өткізіп келе жатырмын. Аллаға сансыз шүкір. Той, бала күннен той келе жатырмыз. Осындай әкелерімнен, осындай аналарымның осындай басқан жолдары мен көріп мәз боламын. Өйткені қазір небір жас балдарды білесіздер ғой? Біз секілді жас балдар, сіздер секілді достармен дос болмақ түгіл, бірін-бірімен қырық пышақ болып жүрген жандар бар да. Бүгінгі тойларыңыз, 40 жылдарыңыз Аллаға сансыз шүкір осындағы официанттарға және маған, және 18-дегі Қайрат деген операторға үлкен үлгі болып тұрады. Алла разы болсын сіздерге. Қайырыммен, берекетпен. Осы 5 кісіні бір тілек сөйлеткізейін, тілектерін алайық. Дұрыс па? Бірақ мен бір нәрсені байқадым, сіздер тілек айтып жатқан кезде мүлдем шуламайды екенсіздер. Соған риза болдым. Күні кеше ғана жер той болды, бірін-бірін тыңдамайды, көке бірегей. Ондай емес екен, бәрі бірін-бірін тыңдап, жай құлақтан болады. Қойша. Алғысқа кетіп қойдық қой. Ол мен кінәм емес қопсқа келген. Құдайдың бұйырғанын жазғанын келіп жатсыздар. Көке қайсыңыздан бастайық? Бірінші тұрмысқа шыққан, бірінші үйленген. Москва ма? Мектепте біраз ақша жинаған сияқты ғой осы, ұрғы башқысын омей екені. Балам, мен таза мұғайды ол. Мұғайды еще? Құдай. Тілегіңізді, ұстаздарға деген алғысыңызды. Жылдыққа келіп жиналып жатқан біздің ұстаздарымыз бар, класстас достарымыз бар, құрдастарымыз бар. Бұл жалғыз Тамара, яғни бұлар емес басқардың, бәрін басқардың. Бәріне үлкен рахмет, 40 жылдық тойларың құтты болсын. Барлық уақыт осындай жақсы күндерде кездесе берейік. Міне 45 жылдығымыз бар, 50 жылдығымыз бар. Алла өзі жетіре берсін. Барлығымыздың шаңырағында, отбасыларымызға амандық, дендеріне саулық тілеймін. Әмин. Ұстаздарымызға рахмет. Бізді де сыйлап келіп отыр мінекей. Рахмет сіздерге де. Сіздерде бұдан кейін әлі 69 жылғылар бар, 70 жылғылар бар. Сіздерде сол тойды тойлай беріңіздер. Рахмет сіздерге. Керемет, дұрыс айтасыз. Бұл ғана бастамасы ғой. Бедекші, осы 4 кісіні тамақтан кейін сөйлеткізсем.
Бола ма? Көке, тамақ дайын болды дегенсіз. Шығамыздар? Біз микрофонды сәл қарап қояйық. Енді, мен главный, ең маңыздысы мен көзіммен көріп алдым. Қай кісілерді шақыратынымды бұйырса, қазір енді астан өлген ешкім жоқ қой. Абылай хан атамыздың өзі соғысқа баратқан кезінде ас дайын болды деп анасы айқайлаған кезде атын жібере салып тамақ жеген екен. Көрдіңіз ба? Өйткені неге? Аш қазақ соғысқа бармайды. Тоқ бала мен аш бала ойнамайды дейді ғой. Аш қазақ ұрысқа келеді екен көке. Арық қой тырысқа келеді екен. Бүгін сіздердің қарындарыңызды әндетіңіз болайық. Осы мейрамханамыздың шебер аспаздарының қолынан дайындалған ұстаздарымыздың алдына бас, қалғандарына әлхамдулилля ас. Ас келеді. Батасын алайық, бастың амандығы, Алладан қайыры, астың амалдығын тілейік иншалла. Илахи әмин. Аста батаны ең кейінен беретін еді, басты қалай бата береміз? Кішізде солай ме? Ол менде кішізім бата. Тамақ жеп болғаннан кейін алайық онда, менде кішіз әлім ішіне бір қадам. Жеп алыңыздар мен кішке тасауат етіп қайтайын. Ас болсын. 9 ай 10 күн көтерген, мейхына тартқан түтінінен ол кісілердің қылған қызметін көктегі ай мен күн көрген дейді ағайындар. Осылай ақ-жаулықты аман болыңыз иншалла. Бар болыңыз, сау болыңыз. Егінен ең жұмағын нәсіп етсін дейміз сізге. Қайырлы болсын, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Ал тура бағана астың алдында бір керемет тілектерді бастап жатыр едік көке, енді сол тілектерімізді құпия болмай жариялайық нәсіп етсе. Жаңа 4 кісі айтылмай қалған жайы бар еді. Сол 4 кісіні ортаға шақырсақ, Tamam aşkı kazan, tamam benim lazım, tamam ben bir sevdim senden aşka doymam. Tamam aşkı kazan, tamam benim lazım, tamam bir sevdim senden aşka doymam. Setmem, kılına yazamam ardından. Қош келдіңіздер. Екісіден бастайық. Өзіңізден бастайық көке. Бізге үлгісіздер ғой. Үлгіліктеріңізді ер адам бастаған екенін көрейік қанеке. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтарым, достарым, кластастарым, ұстаздарым, баршаңызға ассалаумағалейкум. Қадамдарыңызға нұр жаусын, болып жатқан өтіп жатқан қажылығымыз баршаңызға құтты болсын, қуанышты болсын. Осы ізімізге жалғаса берсін, баса дейін. Құрметті ұстаздар, осы 40 жылдығымыз кластастарыма барлықтарына құтты болсын. Ұстаздарымыз алдымызда барлығы аман жүрсін. Жолдар осындай кездесулерде бастарыңыз аман отыра беріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мен айтайын деген 40 жыл ұйымдастырғанда да оңай болмады. Мен мына ауылдағы досым Дәулетбайға рахмет айтамын. Осы қызыл қаладағы достарыма осындай Дәулетбайға хабарласып отырдым. Қалай келеміз, қалай қоямыз. Басқарушының біреуі Дәулетбай. Рахмет саған. Және ауылдан келген кластастарым Шәмшет, Назира, Нұрберді Гүлбазар, Марал, Арса, Арса рахмет. Және Жұман Келіншек,
сөйтіп бас қосып берейік. Бәріне шыншылдық құтты болсын. Енді қадірлі жастар, білмеген жолдың ойшығынан қорық деп жаңа ғана сөздің барысында айттым ғой. Осыдағы Дәулетбай ағам бар екен ғой, қайда ол кісі? Бұл кісіге бір қаттырақ қошемет отырсаңыздар жараса. Рахмет, Алла разы болсын. Керемет іс бастап, сонау 2000 километрден оқушылардың бәрін алып келіп отыр екенсіздерге. 40 жылдықта болсын деп бас көзін бастаған кісі осы екен ағайындар. Не может быть мына кісіге бір шапалақ ұрып, бір кластастардың арасынан бір келіп бетінен сүйіп кетсе де болады. Өзі сүйетін бе деген, сүйгін кеп тұра беретін бе деген керек. Өзіңіз бір керемет тілегіңізді айтпеңіз иншалла. Осы айтылып жатқан тілектеріңіз бір Алла қабыл етсін. Осындай бір ұстаз деген бір атаңдай ұлық деген барамыз бар. Сонымен құрметті ұстаздарымыз келіп бір осы сіздердің 40 жыл кездесуімізді мектеп бітірген ашып беріп жатырмыздар. Осы ұстаздарымызға да алдымызда жасай берсін. Марқұм ұстаздарымыз, марқұм класстастарымыз жатқан жерде жарық болсын. Міне класстастарым келіп жатыр, айтып алдым. Рахмет, жұбайлары қатынасып отырыпты. Енді мына айта жағым міне біз міне 12 адам Өзбекстан Республикасы Қарақалпақстан Беруни Тұманынан келіп отырмыз қатынасып Қызылқалам. Бұл негізі біз 74 жылы Қызылқала болып қазық қағылып негізі бірінші классқа барған оқушыларымыз. Содан міне 85 жылы бітіріп шығып міне 40 жыл көрмеген достарымызды көріп жатырмыз. Міне көрмегендеріміз де бар. Соларды көру нәсіп етті. Енді осы 45 жылдағы, 50 жылдағы барша бір кездесу нәсіп ете берсін. Міне сізде қызмет қылып жатырсыз. Рахмет. Бәріңізді құттықтаймыз осы. Рахмет көбі. Алла разы. Қызылқаладан оқушыларды жинап, бір ауыздан оқушыларға сіздердің құрдастарыңызға рахмет, сіздің бір ауыз сөз жеңіп тастамай. Еліп келген бірге тамаша. Айтып жаңа естідім, сонау Қызылқаладан келген оқушылардың бәрінің проездін осы төлеген екен. Проездін, бизгаза суын, газбен суын бәрін осы төлеген екен. Енді осына ұйымдастырудың артынан бұйырса қазір тойдың соңында біз сізге ақша жинап берейін деп жатыр. Біз орашыватырмыз. Құдай қаласа нәсіп етсе тойдан толықтай болсын деп. Жаңа айтасыз ғой? Айтыңыз я. Қайтайын деп отырмын деп ойладыңыз. Басымызға бақ болған Алла қалап, сол бақты бағалаған молда ғажап, аспан асты жер үстін тойлап жүрген ассалаумағалейкум арда қазақ. Құрметті де қымбатты аяулы ұстаздар, сіздердің келгеніңізге көп рахмет. Ғұмырларыңыз ұзақ болсын, отбасыңыз аман болсын, бала-шағаңыз алдыңызда ойнап күліп жүрсін. Жегендеріңіз той болсын, көргендеріңіз той болсын. Аяулы және ардақты класстастарым, сонау ауылдан міне Қызылқала деген ауылдан, Беруни ауданы Қызылқала ауылынан келіп жатқан, аттерлетіп келіп жатқан класстас достарым, сіздерге мың алғыс. Дәулетбай саған көп рахмет. Осы жердегі мінекей Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатқан класстастарым, барлығыңа көп рахмет. Арамыздан осы 40 жылдық болам дегенше арамыздан не өтпеді? Бәрі артта қалсын. 45 жылдық, 50 жылдық Алла Тағала Құдайым бұйырып нәсіп етсін. Барлығыңызға денсаулық, отбасыларыңа амандық,
Oramal ton bolmaydı. Oramal жоқ. Толқып еттім. Енді осы аяулы ұстаздарымызға арналған сыйлығымыз бар. Соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Мына мектеп директорымыз Қашқынбай аға, мұғалім ағайымыз Жалғас аға, мұғалім апайымыз Бақжан апа және мұғалім апайымыз Бану апа. Осы 4 кісіге арналған сыйлығымыз бар. Тапсыруға рұқсат етіңіздер. Сосын ауылда біздің марқұм болып кеткен Борайып Ердоллаға деген ұстазымыз бар. Біздің классный руководителіміз болды. Сол кісінің өзі марқұм болса да, сол кісінің отын түтетіп, ұрпақтарын өсіріп отырған әйеліне сыйлығымыз бар. Соны Дәулетбайға тапсыруға рұқсат етіңіздер. Әне рұқсат, міне керемет, өте керемет. Үлгілі екеніміз болса дейік. Құрметті класстастар, достар, құрдастар, біздің осы аяулы ұямыз мектепке кішкене сыйлығымыз бар. Осында Дәулетбайға табыстаймыз. Апарып школ директорына береді, Күзера деген. Мінекей. Кішкентай болса сыйлық біздің атымыздан 68-дің атынан. Рахмет. Жаңа Дәулетбайға айттым ғой сізге. Бәрі 68-дің атынан жинаймыз деп. Енді конверттің қалымы жүректердің жалыны ғой. Бұл енді сізге бұл кісілердің аманаты. Алла қаласа білім алған, тәлім алған мектепке барып, керек қаражаттарды, керек нелердің бәрін алып берсін деген ниетпен істеп отыр. Көрдіңіздер ғой? Міне, ата болып, әже болса да Аллаға шүкір, білім алған, тәлім алған жерлеріңіз ұмытпайды екенсіздер. Алла разы болсын. Керемет. Сізге енді Құдай қаласа қайтып баратқанда бір люкстан алып береміз. Альфардпен қайтасыз, Альфардпен. Құдай қаласа, провожим өтіріп қояйық. Жаңа біз бастамай тұрған кезде бір осында бір тәтем бар еді. Қарыз неше берейін деп тұрған, қайтысы? Қалабай Зағипа. Осы ма? Кеңіз. Зағипа деп бұл, енді бағалағанда ән болып жатыр. Құрметті қонақтар, тыңдап жатсыздар ғой? Ән болып жатыр, бәріміз ән айтып жатсыздар. Енді биге кезек берейік. Сонау Бюргений қаласында бейнен сабақ берген екен бұл кісі. Қарызым бейнен сабақ беріпті. Түргеніндегі бейшілердің бәрі қашып жүр қаздалада.
Bizim kısık olmayıp koyup tarafından mağlayın çağırıyor. Maqtab koydum. Dayı baba, maqtabımız koyda oturады bir şey olmayıp olsun. Жақсылап береміз, ya. Бұл кісіге, рахмет, тұратыңыз. Бұл кісі билеген кезде ешкім жақындамау керек екен. Bir özü birдей билеген. Bir özü birдей билеген. Siz, al, айтшы ғой. Ал кісі білек. Шабыт беріп қойыңыздар. Ya, kelimет биледіңіз. Көкөне берейін, ya. Аман болыңыз көкө. Жаным ашын. Жақсы. Қимылдамайтын жерім жоқ екен бұны. Күшті өлемейді екенсіз, ya. 17 көрсетті, молодец. 12 Ал, бейді жаңа бұл кісі, сіз қанша еркекті қаттыңыз көрейін келіңіз. Білемін, ағам қосып келеді сіздер. Шығып бар, ер алмақ. Осы елді ұсталады ғана. Мен сонда жаман апеллиция аламын, байқамын.
айтсам сіз шұқтан қателескен екенсіз. Алашысы бөлді билеткен жоқ қой. Не дейік, мына екі кісіге үшеуіне де береміз ба? Бейік! Тойдан толықтай сізге. Әмін білеміз. Көне. Рахмет. Жәңгі мәші. Сіз... Егер магазинға шай жеріңіз енді скоро қойыңыз. Құдай қаласа кеттіңіз. Кетіп баратқанда су ішіп келе ма? Ато суды ұстай ма? Ана емейін. Емейін? Кәшім емейін. Ауа? Аха. Қарабастаға. Яға? Бәйіғақтың сәулелі, сонда шашымен су ішіп кетеді. Ау, яқшы. Түсіндім. Түсіндірі бұла. Арабасаға. Арабасаға, ата. Су ішіп берген. Тамаша. Күйеуі ма? Анып жаңағы барды деп қояма. Күйеуі, ол, әрбірімізбен берген болсын. Ay maşallah. Siz de soğuk gezimde su şişesi var. Özgürlük duruyor mu? Özgürlük ne? Her kim özüne, ay görünür gözüne. Kim desin, ol desin, şahsa buldum özüme degen, he? Böyle gelin, tamamlaşa. Ama bolunuzlar, bana сұрақ қояйыншы сізге. Үйленгендеріңізге неше жыл болды? Алла қаласа осы 39 болайын деп тұр ғой. Жоқ, маған болайын деп тұрып керек емес дегенде. Қосшыға қанша жыл? 7 июл күні 36 жыл болды. Енді 37 жылға қарап кетті. Не болды? 39 жыл болайын деп тұр дейді. 7 июл күні 36 жыл болды. Енді мына 37 дейді. 2 жыл қайда? Сізге неше жыл болды? 8 Отасыз бопты. 36 жыл? Жеңгем 39 деді ғой. Яқ бол, не ғой, білмейді ғой. Allah razı olsun. Екі жыл çıkıp koydu. Rahmet. Al, bir tağ bir tilek жалғастырайық. Қай кісілерге береміз, өздеріңіз бір хабарлап айтыңыздаршы маған, осы кісілерге деп, ең адамға берейік. Яғни былай істейік. Бір ер азаматқа, бір әйел азаматшаға берейік. Жүк-жүкпен сөйлеп түсейік, Құдай қаласа. Сосын антракты берейік. Билдерсін. Екінші дастарханда ойындар бар. Сол кезде ойын ойнаймыз. Дұрыс па? Көкелері кішкене, мұрындары қышып тұр қазір. Балағышы қайдан жеккісі келіп тұр. Мен істеймін деген. Қалай? Қожалап шәмшік деген Жапарберген Марал. Қожалап шәмшік Жапарберген Марал. Қайдасыз? Hoş geldiniz. Geliniz. Күз үйде отырсыздар ма? Той құтты болсын, сізден бастайық. Алла қаласа. Ал, рахмет. Осы білдерме Қарабастан Ақтөбе Республика Беруни ауданы Қыбыла ауылынан келіп отырмыз. Мен осы Дәулетбайдың басшылығында келіп міне алмасын көрген деген есіне Наурызбек кафе ма? Осыған келіп міне осыған келетін достарын көретін күн бар екен. Рахмет.
Осы класстастарым, қыздарым, достарым, бәріңізді көріп отқанға тәуетемін. Рахмет сені. Мына өтіп кеткен арамыздағы соған сәл қиналамын. Ұзай деген өмір шығар. Арамыздан өткен Жұман, Құлынғали, Жеміс, Айтгүл, Жұмагүл разы болсын. Оларым бір асық түсет шығар. Осы оқытып адырмыз, екі қуанышты үйіне барып, садақа беріп, Құран оқытып, мешітке барып. Рахмет сіздердің сыйластығына мен тәзім етемін. Солардың жатқан жері жәннатта болсын, рухы шат болсын. Алла құдақалеті разымай біздердің амнесін, біздердің жүрегімізде мәңгілік қалған солар. Ұмытпаймыз оны. Міне осы отырған қыздарымыз бәрі келіп отыр. Осылар әзір баласын үйлендіріп, қыз үйлендіріп жатыр. Оларға да рахмет. Осы балдарына, қыздарына осындай бәріне өмірін бере берсін солардың. Солардың өмірінен берсе, біздер шаттан соларды көріп рахаттанамыз. Рахмет, міне сыйлап жатсыңдар. Бәріңе де рахмет. Әлемде біздерді мына Эльмира, Қыздаргүл, Сарағаштан берген рахмет. Бер жағында Тамара, сенің қызметің көп. Рахмет. Ұмытпаймыз бізді. Осындай класстастар сыйлап жатыр екен. Сендерге де рахмет, бақытты болыңдар. Бәріңе де рахмет. Әрекет, қуаныш. Осы қыздар, осы Алматыда тұратын, Қазақстанда тұратын, біздер Қарақалпақта тұрамыз ғой. Сонда да тұрма, жүрегіміз жақын, алыста болса да біздерге жақын болады. Тәлім етемін. Осы біле ұстазымыз бар, Қасымбай аға, директорымыз, Бағзан апа деген ұстазымыз, Жалғас ағам деген, Бану апам деген, біздерді деген аспанға көтеріп оқытты. Осы ұстаздарыма разымын, мыңнан мың разымын. Адамды үйреткен, рахмет ұстаздарым. Сіздерге мен қуаныштымын, сіздерді көріп қуанып отырмын. Осындай мына 40 жылдықтың көбісін көріп жүре беріңдер. Әрқашан осындай жастардың қызығын көріп жасарып жүре беріңдер. Жүз жастарым, құрдастарыма, класстастарым, бәріне рахмет. Мен айта берсем, менің бір сағат айтатын емім бар да, соның бәрін етіп берейін. Бола ма? Рұқсат болса? Рахмет көке, көп рахмет сізге міне. Сіздерді қатты жақсы көреді екен бұл кісі. Міне, бұл кісілер мен сіздерді жақсы көреді. Келіңіз. Ұстаздарға рахмет. Бәріміздің жақсы күндерінде тойларында осылай болса керек. Қалғаны іштей олар ғой бұл кісі. Іштеген тілектің өзі қабыл дейді. Рахмет, көп рахмет сіздерге. Өмірде өткен құрбы жолдастарыңызды да, замандастарыңызды, класстастарыңызды ұмытпай еске алғандарыңызға алғыс ретінде. Өлі разылмай тірі байымыз дейді ғой. Сіздер әлде байымыздар иншаллах. Көп рахмет. 2000 километр тастап келіп жатсыздар ғой. Енді қазір бұл заман міне тәуба шүкір. Қазір көліктің қызған заманы, уақыттың керемет уақыты. 2000 километр деген мына тұрған жер болып қалды қазір ішіне керек. Көкелерімнің кез келгені барып келе беретін заман болды. Мыңда бір шүкір барып қатынасып жүре беріңіздер. Ол километр деген нәрсе адамның сыйластығында тұрмайды. Адамның сыйластығында жүректен жүрекке деген бір-бірлеріңізге махаббаттарыңыз ғана тұрады. Сыйластығыңыз тұрады. Көп рахмет жандарым.
Muhallim durgan o жерде. Көргеңіз. Сынақ вакцинада шығарайш. Осы кеп. Отырма. Екеуміздің биімізді көрейш. Көреміз ба? Ризамын сізге. Кеше бұл кісінің туған күні болған жоқ еді? Шақырып туған күні болды дейме? Қуанып беріп жүрген міне. Нағыз 40 жылдыққа дайындалып келген кісінің осылар ғой міне. Бір жылын дайындалдыңыздар ма? Bütün şey şaşırıp bana bırakın. Buraya al. Ha, koyun. Rahmet. O Bilmem eskiler bağlı oldu. Ey canım, rahmet. Buyurun. Rahmet canım, buyurun. Bak sen ayağım böyle sırma. Sizler bu işe oynasam ol çıkarırken bana. Rızam bana. Ha, puanım şunu. Böyle. Oy Allah, süper böyle. Bidik, oynak, ilik, klik. Ustazımızdan eklep kaburgasının direklerine az kaybay. Sodan кейін ордаға шығып елейік. Өйткені ас келді. Қайырмасақ, енді ол қадірмен жастар аттан құласақ та аталарымыздың дәстүрінен қалмайық иншалла. Аллилуйя. Ya Kudayım versin bu saytlarını versin. Anlaşık olsun. Elhamdülillah Allah'ım gerekeni versin. Ağız güçlüklerini versin. Yiyeklerini yetin versin. Şu kovalanın kuatını versin. Arkanın eli versin. Yiyeki dünyanın ebeği versin. Allah'ım. Amin. Allah'a emanet. Al.